Саламатсыздар ма? Бүгін бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер туралы сұрақтарды қарастырайық. Бір айнымалысы бар. Бір айнымалысы бар теңсіздіктер. Теңсіздік. Және мәндес теңсіздіктер деген сұрақ. Мәндес теңсіздіктер. Енді бір айнымалысы бар теңсіздіктер мысалы мына түрде болады. 3х үлкен 7-ден немесе 8х кіші немесе тең минус 15-ден немесе х минус 5 кіші немесе тең 2-ден немесе х қосылған 6 үлкен 0-ден сияқты. Міне осындай бір айнымалысы бар теңсіздіктерді қарастыратын боламыз. Енді осы теңсіздіктерді шешу жолдарын қарастырайық. Яғни бірінші жаттығу мына түрде болсын. Бізге 3х үлкен немесе тең 15 деген теңсіздікті шешу керек. Теңсіздікті шеш. Бұл теңсіздікті шеш деген сөз, мына теңсіздікті, берілген теңсіздікті қанағаттандыратын барлық х-терді табу. Не болмаса, ондай х-тердің болмайтындығын көрсету. Енді бұл теңсіздікті шешуге кірісейік. Бұл теңсіздікті шешу үшін 3х үлкен немесе тең 15 деген теңсіздікті шешу үшін біз екі жағында 3-ке бөлейік. Екі жағында 3-ке бөлсек, 3х бөлінген х-тен бізде х қалады. 15-ті 3-ке бөлсек, бізде х қалады. Міне бұл есептің шешімі, теңсіздіктің шешімі. Міне осы х үлкен немесе тең 5 деп берсек болады. Яғни бізде х-тердің қабылдайтын мәндері барлық координат осінде мысалы х тең 5 дегенде табатын болсақ, 5 бізде кіреді, сондықтан қою нүктемен белгілейміз. 5-тен бастап барлық оң сандар, яғни плюс шексіздікке дейінгі. Сонымен есептің жауабын жазатын болсақ, жауабы бізде х үлкен немесе тең 5. Немесе аралық түрінде деп жазуға болады. Бұда тік жақшамен 5-тен плюс шексіздікке дейін. Енді жауабын тексеру жасайық. Тексеру. Яғни бізде теңсіздік мынадай түрде болды. 3х үлкен немесе тең 15. Енді х-тің орнына мысалы х тең біз 5 алатын болсақ, х тең 5. Онда бізде 3 көбейтілген 5, ол 15. Яғни 15. Мына теңсіздігімізде теңдік деген жағдай орындалады. Ал мысалы егер х-ымыз 5,5 болатын болса, онда х-тің орнына біз 3,5 қоямыз. Сонда 3 көбейтілген 5,5. Бұл деген сөз 3 көбейтілген 5 қосылған 0,5 деген сөз. Бұл тең болады бізде. 15, ақшаны ашып берейік. 3 жерінде 5, 15. 3 көбейтілген 0,5, ол бізде 1,5. Бұл 16,5. Бұл да 15-тен үлкен. Яғни біз дұрыс шештік деген сөз. Енді бұдан қандай қасиетті байқадыңыздар сіздер. Яғни егер берілген теңсіздіктің
екі жағында 10 санға бөлетін болсақ, теңсіздік өзгермейді. Міне осы 3x пен 3x үлкен немесе тең 15 деген теңсіздікпен x үлкен немесе тең 5 деген теңсіздіктер мәндес теңсіздіктер деп аталады. Теңсіздіктер. Мәндес теңсіздіктер деп аталады. Яғни бұлардың шешімдері бірдей. Енді келесі жаттығуға көшейік. Екінші жаттығу. Екінші жаттығу былай дейді. Екінші жаттығу. Екінші жаттығу 3x минус 13 кіші x қосылған 7 деген теңсіздікті шешу керек. Теңсіздігін шеш. Яғни бұл жерде біз мына x айнымалысын сол жаққа шығарамыз. Таңбасы минус болады. Ал мына минус 13 дегенді тұрақты санды оң жаққа шығарамыз. Оның таңбасы бізде плюсқа айналады, керісінше. Теріс санды оң жаққа шығарсақ бізде оның таңбамен шығады, плюс 13-ке. X дегенді оны сол жаққа шығарсақ бізде таңбамыз теріске айналады. Сонда 3x минус x кіші 7 қосылған 13. Бұдан егерде мына бізде сол жағына қарасаңыздар, ортақ көбейткіш x болып тұр. Сондықтан x сыртына шығарып жіберуге болады. Сонда бізде не қалады? 3 минус 1 x. Яғни бұдан 2x шығады. 7 мен 13-ті қоссаңыздар 20. Сонда бұл теңсіздік 2x кіші 20 деген теңсіздікке келеді. Екі жағында 2-ге бөліп жібереміз. Сонда x-іміз кіші 10 деген шығады. Жауабы x кіші 10. Немесе аралықпен беретін болсаңыздар, яғни бізде минус шексіздіктен бастап плюс 10-ға дейін сандар кіреді. Осы ағыстыр. Координат өсін мұндан 10-ды есептейміз. 10 бірақ бізде кірмейді. Яғни минус шексіздіктен бастап бізде 10-ға дейінгі сандар. Тексеру жасайық. Тексеру. Мысалы, x тең бізде 0 болсын. Онда міне берілген теңсіздікке апарып қоятын болсаңыздар, бізде не шығады? 3x минус 13, яғни бізде 3 көбейтілген 0 минус 13 кіші x плюс 7. X плюс 7, яғни 0 қосылған 7. Сол жағында минус 13, оң жағында бізде 7. Яғни теріс сан оң саннан ылғи да кіші. Дұрыс. Енді мысалы x тең 9 деп алып көрейік. Онда бізде 3 көбейтілген 9, азайтылған 13 кіші 9 қосылған 7. Яғни 3 көбейтілген 9-ымыз 27, 27-ден 13 тасаңыздар 14, 14 бізде ылғи да 16-дан кіші. Яғни дұрыс. Енді бұл жерден қандай қорытындыға келеміз? Бұл жерде мынандай қорытындыға келеміз. Мынандай қасиет бар. Егер теңсіздіктегі қосылғыш теңсіздіктің бір жақ бөлігінен екінші жақ бөлігіне қарама-қарсы таңбамен көшірілсе, берілген теңсіздік мәндес теңсіздікке түрленеді. Яғни теңсіздік бізде
сол шешімдері бірдей басқа теңсіздікке көшеді дегенді білдіреді. Енді тағы бір жаттығу қарастырайық. Үшінші жаттығу. Бұлай дейді. Үшінші жаттығуымыз x қосылған 1 кіші немесе тең 4x қосылған 7 дейді. Бұл жерде біз 1-ді оң жаққа жіберейік. Таңбасы минус болып барады. Ал 4x-ті сол жаққа жіберейік. Таңбасы минус болып барады. Сонда бізде x азайтылған 4x кіші немесе тең 7 азайтылған 1 болады. Бұдан x-ті жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсаңыздар 1 минус 4x кіші немесе тең 6. 1-ден 4 азайтсаңыздар минус 3x қалады. Кіші немесе тең 6. Енді теңсіздіктің екі жағында минус 3-ке бөлейік. Минус 3-ке бөлген кезде бізде минус 3x бөлінген минус 3 бізде x-ті береді. Теріс санға бөлгенде теңсіздік қарама-қар жаққа төңкеріліп түседі. Сонда бұл үлкен немесе тең 6-ны минус 3-ке бөлсеңіздер минус 2. Сонда біздің жауабымыз минус 2-ден үлкен сандар кіріп тұр. Минус 2 өзі кіреді. Себебі бұл жерде бізде үлкен немесе тең деген белгі тұр. Минус 2-ден үлкен сандар. Минус 2-нің өзі де кіреді. Енді жауабын жазайық. Жауабы x үлкен немесе тең минус 2-ден. Не болса, бұны минус 2-ден плюс x-ке дейін деп те жазуға болады. Аралық ретінде жазатын болсаңыздар. Тексерейік. Тексеру. Егер x-ті минус 2 деп алатын болсаңыздар, бізде минус 2 қосылған 1, сол жағында, оң жағында 4 көбейтілген минус 2 қосылған 7 болады. Есептейтін болсаңыздар, яғни сол жағында минус 1, оң жағында минус 8 қосылған 7, бұл да минус 1 де береді. Яғни бізде бұл жағдайда минус 1 тең минус 1 деген тепе теңдік орнайды. Егер x-ті 0 деп алатын болсақ, онда бізде 0 қосылған 1, сол жағында, оң жағында 4 көбейтілген 0 қосылған 7. Яғни 1 7-ден кіші деген теңсіздік дұрыс болып шығады. Яғни біз дұрыс шештік дегенді